Адамдарға жағам деп өмір сүрме бауырым. Адамдарға жақпайсың. Аллаға жағам деп өмір сүрсең, бақытты боласың. Жақсы әңгімелер еске түсіп тұр. Наданға аз сөз ем болмас дейді. Ешекке қаптап берсең де жем болмас дейді. Сол себептен Алланың көңіліне қалай жетем, Аллаға қалай жақсам боламын деп өмір сүрсең, яғни Алла сені бүкіл адамның алдында дәрежеңді көтереді. Егер Алла тағала сенің дәрежеңді көтерген болса, оны ешкім сүре алмайды. Тіпті бүкіл әлем сені жамандаса да. Адамдарға жағам деп өмір сүрме бауырым. Адамдарға жақпайсың. Аллаға жағам деп өмір сүрсең, бақытты боласың. Жақсы әңгімелер еске түсіп тұр. Наданға аз сөз ем болмас дейді. Ешекке қаптап берсең де жем болмас дейді. Сол себептен Алланың көңіліне қалай жетем, Аллаға қалай жақсам боламын деп өмір сүрсең, яғни Алла сені бүкіл адамның алдында дәрежеңді көтереді. Егер Алла тағала сенің дәрежеңді көтерген болса, оны ешкім сүре. Адамдарға жағам деп өмір сүрме бауырым. Адамдарға жақпайсың. Аллаға жағам деп өмір сүрсең, бақытты боласың. Жақсы әңгімелер еске түсіп тұр. Наданға аз сөз ем болмас дейді. Ешекке қаптап берсең де жем болмас дейді. Сол себептен Алланың көңіліне қалай жетем, Аллаға қалай жақсам боламын деп өмір сүрсең, яғни Алла сені бүкіл адамның алдында дәрежеңді көтереді. Егер Алла тағала сенің дәрежеңді көтерген болса, оны ешкім сүре алмайды. Тіпті бүкіл әлем сені жамандаса да. Адамдарға жағам деп өмір сүрме бауырым. Адамдарға жақпайсың. Аллаға жағам деп өмір сүрсең, бақытты боласың. Жақсы әңгімелер еске түсіп тұр. Наданға аз сөз ем болмас дейді. Ешекке қаптап берсең де жем болмас дейді. Сол себептен Алланың көңіліне қалай жетем, Аллаға қалай жақсам боламын деп өмір сүрсең, яғни Алла сені бүкіл адамның алдында дәрежеңді көтереді. Егер Алла тағала сенің дәрежеңді көтерген болса, оны ешкім сүре.